Ассалаумалейкум, ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Сонымен бүгін ең алғашқы кітаптың разборы. Самый богатый человек в Вавилоне. Бұл кітап кімге арналған? Бұл кітап, егерде сіз госслужащий болсаңыз, бюджетник, контрактник, бизнесмен, жалпы егерде сіз бір жерден зарплата тауып, ақша тауып жатсаңыз, бұл точно сізге арналған. Сонымен кеттік. Сонымен бұл кітап 1926 жылы Джордж Клейсон деген автормен жазған болатын. Кстати, 26 жылы Қазақстан Республикасының ең алғашқы конституциясы қалыптасқан болатын. Ол кезде КЗССР. Бұл кітаптың тарихы негізінен вавилондық тақтайшылардан алынған. Қыш тақтайшылар, табличкалар, глиняные таблички. Сол жерде жазылған ақпараттар болатын. Мен өзімнің алған инсайттарыммен бөліссем, бұл жерде алған 3 инсайтым бар. Сол жайлы кішкентай ғана ақпарат айтып беремін сіздерге. Ең алғашқысы, біріншісі, бұл Вавилонның жалпы тұрмысы жайлы болған болатын, и екі главный персонаж болды. Маған қатты көңілінен шыққан. Біреуі Аркад, болашақ бай, білім іздеп жүрген, и және Алгамиш деген. Алгамиш деген старый сол қаланың ең үздік байларының қатары. Сол жердегі Форбста жүрген азамат десе де болады жаңағы. Сонымен Аркад жұмыс жасайтын бір мекемеде қышпен жаңағы тақтайшыларға надпись жасайтын. Сөйтіп Аркад келіп оған тапсырыс береді. Егерде бүгін бітірсең ақша төлеймін, бітірмесең төлемеймін. Сөйтіп екеуі мәмілеге келеді, айтады, мен саған тегін жасап берейін дейді, егерде сен маған өзіңнің білімің жайлы толық ақпарат беретін болсың. Екеуі келсе, сөйтіп түні бойы Аркад отырып ұйықтамай жұмысын бітіреді де, сонымен өзінің көптен күткен арманы бай болуға бір қадам жақын қалғанын түсінеді. Сөйтіп Алгамиштан алғашқы кеңес сұрайды. Алгамиш айтады, тапқан ақшаның 10-нан 1 бөлігін өзіңе төле дейді. Ол қалай деп айтады да, мен итаки төлеп жүрмін, ақшаның бәрі менікі ғой дейді. Олай болатын болса, сенің алдың қайда, өзіңе төленген ақшаң қайда дейді. Оның алдында 1 жыл бойы төлеген ақшаң қайда дейді. Сонымен жауап таппайды. Сонымен Аркад айтады, тапқан ақшаның барлығы итаки менікі ғой, мен неге өз-өзіме төлеуім керек. Сөйтіп келетін болсақ, біз оказывается, мына тігіншіге ақша төлейді екенбіз, сатып алған телефонға ақша төлейді екенбіз, хозяинына мына сағаттықіне төлейді екенбіз, кітаптықіне, бірақ аяғында келген кезде өзімізге төлемейміз. Ең алғашқы сабағы осы жайлы болады. Сөйтіп бұл тапқан ақшасының 10-нан 1 бөлігін өзіне жинай бастайды. Сөйтіп 1 жыл көлемінде тапқан ақшасын қышпен айналысатын және тастармен айналысатын кірпіш сол жігітке ақша береді. Ол жігіт айтады, сен маған ақша берсең, мен барып тастар сатып аламын. Бірақ өзінің тастары сияқты емес, бағалы қымбат тастарды сатып аламын, зергерлік. Сөйтіп соны естіген Алгамиш айтады, Аркад, сен ақмақсың. Сен егерде жазып қойған бар еді, соны оқып берейін. Жиған терген ақшасын каменщикке бағалы қымбат тас сатып алуға береді. Сен ақмақсың дейді Алгамиш Аркадқа. Нан пісіретін адамнан етік туралы, ал ет сататын адамнан ғарыштағы жұлдыздар туралы кеңес аласың ба дейді. На самом деле дәл сол моментте ол соған пара-пар болды. И оның айтқаны айтқандай болды. Сөйтіп Алгамиш кетіп қалды, ал Аркадтың жәнегі партнеры, оказывается, бағалы тастардың орнына просто стекло сатып алып келген болды. Сөйтіп ол өкінішке орай банкрот болды. Ендігі шансы, Алгамиштің айтуынша, сенде тағы да 1 жылың бар. Сөйтіп енді тағы да ақша жинайды. Сөйтіп келе Аркад 1 жыл бойы тағы да ақша жинайды. Осы жолы кішкене ақылдарақ болады да, қаладағы ең үздік ұстаға, темір ұстасына материал жетпеді, бронза, қола. Соған ақша береді. Сөйтіп сол ақшаны алып, ол соғыс болатын біле тұра щиттар дайындайды, қалқандар. Сөйтіп сатқан ақшасының қандай да бір бөлігін Аркадқа беріп отыр. Аркад болса крутой болып, өзіне жаңадан новый есек сатып алады, сонымен қатар өзіне жаңадан киімдер сатып алып, Алгамишқа барып мақтанады. Конечно, Алгамиш оны көретте қуанбайды ешқандай, айтады, Аркад, сен ақмақсың дейді. Тағы да неге ақмақсың дейді. Сөйтсе,
ол жерде адамдар сол Вавилонда құлдықтың дамыған кезі ғой, құлмен түсіндіреді де. Сенің ақшаң сенің құлың дейді. Ал сенің құлыңнан шыққан құл ол ананың баласы, яғни екі құл да сенікі дейді. Ал сен болса сол құлдарды өлтіріп тастады. Сенің құлдарыңның саны көп болу керек. Сол кезде олар саған жақсы қызмет етеді дейді. Шөбересі, немересі, шөпшегі ары қарай дами беретін болса, құлдарыңның санына қарай сенің де жағдайың дұрысталады. Ақымақтығың осы болды дейді. Осы нәрсені меңгерген Аркад Алгамиш өлгеннен кейін соның бизнесіне егер болып, партнер болып кіріп, Вавилондағы ең бай азаматтардың бірі болып қалады. Себебі корольдің өзі кезінде сол Аркадтан қарыз ақша болды. Давайте қорытындылаймыз. Сонымен алған 3 инсайтымыз не болып шықты? Біріншісі, тапқан ақшаның 10%-ін өзіңе төле. Басқа біреуге емес, етікшіге емес, билайынға емес, активқа емес, арендаға емес, алдымен өзіңе төле. Егер де өзіңе төлейтін болсаң, ақшаңның өсуіне шанс бар. Екіншісі, жұмысты тек қана профессионалдармен істе. Егер де шарлатандарға баратын болсаң, конечно, проблема болады. Мен ауырып тұрмын деп кез келген дәрігерге бармайсың ғой, именно сол маманға барасың. Ты айтпайсың ғой, мен, кажется, басым ауырып тұр, какая разница, сен дәрігерсің ғой, мал дәрігерін айтпайсың ғой, емде деп. Сол сияқты, именно өзінің ісінің маманымен жұмыс жасаған әлдеқайда тиімді. Дамуға сол сұрақты шешуге вероятность өте көбейеді. Соңғы үшіншісі, ол тапқан ақшаны көбейту, яғни өз құлдарыңды өлтірмеу. Жаңадан iPhone сатып аламын, жаңадан киім сатып аламын, машина сатып аламын, жер сатып аламын деп. Кейбір бизнесмендердің де проблемасы осындай болады. Кейбір азаматтардың да проблемасы осындай болады. Егер де соның барлығы шешілетін болса, тогда сізге байлық обеспечен. Қысқаша осы. Теперь кеңес беремін бе бұл кітапты оқуға, әлде кеңес бермеймін бе? Егер де сіз қаржылай еркіндікке шыққыңыз келетін болса, сізге кеңес беремін. Ал егер де қаржылай еркіндікте жүрсеңіз, бай болсаңыз оқудың қажеті жоқ, значит сіз осы нәрселерді істеп жүрсіз. Қысқасы осы, бұл айтып өткен нәрселердің барлығы бизнестағы бар элементтер. Егер де берген ақпарат сізге қызықты, полезный болатын болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз және біреуге жіберіңіз, маған подписываться етіңіз. Тура осы айтылған нәрселердің барлығы кез келген бизнеста болады. Егер де осы жайлы толық ақпарат алғыңыз келетін болса, менің жеке парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.